Қайырлы күн. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға сабақта пайдаланатын таймер түрлерін көрсетемін. Бірінші, сағатпен берілген. Бұл жерде мына кнопка, бастау кнопканы басқан кезде сағат іске қосылады да уақыт жүреді. Басып көрейін. Неге біріншісінде 30 секунд тұр. Сол сіздер тапсырманы бергеннен кейін, егер 30 секундқа ойланатын болса, бала 30 секунд ойланады. Сол кезде 30 секунд өткен кезде уақыт белгі береді, уақыт бітті деп. Осылай. Және де осының 1 минутқа қойылғаны, 2 минутқа, 5 минутқа, 10 минутқа, 20 минутқа, 30 минутқа қойылған уақыттар да бар. Егер қаласаңыз, уақытын тағы да өзгертіп алуға болады. Сонымен бірге, бұл таймердің мынандай құм сағатпен берілген де бар. Бұлар орыс тілінде, қазақ тілінде екеуі де осылай жүреді. Мына жерде жаңа қазақшасы болса, мына орыс тілінде берілген. Қажет болса, описаниесына ссылка қалдырамын.